Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен Гүлнұр сіздермен өте оңай маршмеллоу рецептімен бөлісетін боламын. Ендеше бастайық. Ең әуелі бізге су және желатин қажет болады. Алдын ала дайындалған желатинімізді суымызға құйып, осылай қасығымыздың көмегімен біркелкі болғанша жақсылап араластырып алып, 20 минутқа қалдырамыз. Одан кейін қантымызды ыдысымызға салып, оның үстіне алдын ала дайындалған суымызды да құйып, қасығымыздың көмегімен осылай жақсылап араластырып аламыз да, орташа отта баяу күйінде қантымыз ерігенше осылай араластырып отырамыз. Қантымыз шамалы уақыттан кейін көпіре бастағанда біздің сиропымыз дайын деген сөз. Енді оттан алып, ерітілген желатинімізді су буында біркелкі етіп, сұйық масса етіп дайындап аламыз. Суыған сиропты қантымызды осылай бөлек ыдысқа құйып аламыз да, одан кейін миксеріміздің көмегімен ерітілген желатинімізді осылай ақырындап құя отыра жақсылап көпіртіп аламыз. Бірден құймаймыз. Миксеріміздің көмегімен міне осылай дайындап алдық. Енді осыған кез келген тағамға арналған красительдеріңізді құя отырып, тағы да миксерлеп аламыз. Міне біздің смесіміз дайын. Енді осыны кез келген формаға ортасына салафан пакетімізді салып, оны осылай дәл видеодағыдай жақсылап шетін ортасын майлап аламыз да, дайындалған массамызды ыдысымызға құйып аламыз. Одан кейін шетін ортасын біркелкі етіп, жауып, 2 немесе 3 немесе 5 сағат уақытқа тоңазытқышқа жібереміз. Біздің маршмеллоумыздың смесі біркелкі болып қату керек. Міне, біздің 5 сағат тұрған маршмеллоумыз дайын. Енді осы күйінде тақтайымызға қант ұнтағы мен кукурузный крахмалымызды сеуіп, дәл осының үстіне маршмеллоумызды біркелкі етіп аунатып аламыз. Енді осы маршмеллоумызды пышағымыздың көмегімен дәл видеодағыдай бір-біртіндеп кесіп шығамыз да, кесілген бөліктерін осылай ұнтаққа аунатып аламыз. Одан кейін кез келген формада кесіп әсемдесеңіздер болады. Дәл осы рецептпен сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, пікір қалдырып кетсеңіздер болады. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі рецептте жолыққанша аман сау болыңыздар.